Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Гербес интернет дүкенінен кезекті тапсырыс. Бұл тапсырыс енді біраз ұзақ уақыт жүрді. Бір айдан астам уақыт жүрді. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай, Away деген фирманың құлаққабы, сымсыз наушник. Мен алған кезде бұл наушниктер $14 тұрды. Шамамен қазір шамамен $10 көлемінде тұрады. Мінекей, негізі қорапшасы осындай, оформлениясы, мінекей суреттері бәрі сапалы істелінген. Мінекей, тіпті голограммасы бар. Знак качества деген сияқты. Мінекей, мына жер тіпті ашылады екен мынандай. Қорапшасы бұлай болады сонда. Өте әдемі. Мінекей, суреттердің бәрі де сапалы істелінген. Мінекей, мына жерде характеристика жазылған екен. Bluetooth 4.1 протоколын қолдайды. Мінекей, CBC өздерінің бір Intelligent Noise Reduction, яғни мағынасы ақылды жаңағыдай шумдарды басатын, шуларды басатын өзінің сондай бір қасиеті болу керек. HD аудио дейді. Мінекей, сондай өзінің бір мінекей музыка тыңдау режимінде 4 сағат жұмыс істейді. Ал жаңағыдай телефонмен сөйлесу режимінде 6 сағат жұмыс істейді екен. Ал күту режимінде 200 сағат. Мінекей, комплектісіне келетін болсақ, мінекей Қытай және ағылшын тілінде осындай бір ұзақ инструкциясы бар. Бөлек зарядкаға арналған осындай бір USB шнур. Сапасы бұл негіз өте жақсы сияқты, мінекей жұмсақ. Және мінекей қосымша мынандай амброшюра дейді. Және мінекей құлаққабымыздың өзі, наушнигіміз. Мінекей ұзындығы бір жарты метр болатын шығар. Бұлай мойынға орап алып жүргенге, іліп алып жүргенге өте ыңғайлы. Мінекей арт жағында магниті бар. Мінекей музыка тыңдамай жүрген кезде, мінекей мойнымызды іліп тұрған кезде бит жабыстырып қоямыз, ешқайда жоғалмайды. Сондай ыңғайлы. Мінекей корпусы металдан жасалынған, осындай бір әдемі шегелген наушниктер. Мінекей мына проводы осындай жіңішке, жалпақ. Мінекей мына жерде негізі барлық жаңағы управлениесі, және ішіндегі батырмалары, батареясы бәрі осының ішінде болу керек. Мінекей мына жерде зарядтауға арналған ұяшығы бар, қуаттайтын. Мінекей мына жерде дауыс реттегіш батырмалары және ауыстыратын батырмасы болу керек. Бұл Bluetooth наушникті мінекей мына смартфонға жалғау үшін алдымен мінекей смартфонда Bluetooth қосып аламыз. Қосып алғаннан кейін мінекей мына қосу батырмасын Bluetooth наушниктегі ұзақ уақыт ұстап тұрамыз былай. Мінекей қосылған соң да ұстап тұра береміз. Бір уақытта мінекей мына қызыл және көк лампалары кезек-кезек жана бастайды. Сол кезде мына жақта Bluetoothпен іздейміз. Мінекей шықты, Away Music деп басамыз. Өзі мінекей сопряжение кетіп жатыр, қосылып жатыр. Мінекей қосылды. Подключено дейді. Енді мінекей кез келген аудиомызға кіріп тыңдай берсек болады. Мінекей естіп тұрған боларсыздар. Мінекей жаңа осы наушникті тыңдап көрдік. Негізі сапасы, қазір $10-12 тұратын болу керек шамасы. Енді бұның бағаларын қай жерден сатып алуға болатынын осы видеоның астындағы сілтемеден көре алатын боласыздар. Негізі сапасы туралы айтайын дегенім, сапасы енді алдыңғы мінекей мына наушниктен жоғары, жаңағы дауыс шығу сапасы. Бірақ мінекей мен өзім бұрыннан тыңдап жүрген мінекей мынандай проводной пистон наушниктеріне жетпейді. Жаңағыдай бас жағынан мына жерде барлығы жұмсақ, жаңағы дауыс сапасы да бұл жерде жаңағы жақсы. Мына жерде дауыс сапасы жақсы, бірақ кішкене бастары тұнық шығады басы, бірақ кішкене әлсіздеу. Ал мына жерде басы кішкене жаңағыдай грязнылы шығады дейді, дұрыс емес шығады. Ал мына жерде бастары бар, сапалы басы бар, бірақ әлсіз. Ал жаңағыдай ортаңғы тондар, жаңағыдай пищалкалары жақсы шығады. Музыка тыңдауға болады. Мінекей жүгіргенде болсын, ары бері жүргенде болсын, мінекей мойнымызға іліп алып, ары бері жүргенге өте ыңғайлы. Және мінекей мынандай
қарапайым наушниктерді тыға алмайтын ұялы телефондарға өте жақсы вариант. Наушниктердің басқа жаңағы алдыңғы наушниктердің айырмашылығының бірі, тек қана айырмашылық емес, бұл өте жақсы артықшылық десек болады. Мінекей мына жерде осы Bluetooth наушниктің аккумуляторының деңгейін көрсетеді. Қазіргі сәтте толып тұр. Енді бұл өте ыңғайлы. Мысалға алдын ала бір жаққа шықпас бұрын аккумулятор